Қымбатты оқушы, бүгінгі өтетін сабағымыз етістіктің түрлерін әрі қарай жалғастыру. Яғни біз етістіктің негізгі туынды, дара, күрделі деп аталатын түрлерін өткен болатынбыз. Енді етістік істің жүзеге асу аспауына қарай екі түрге бөлінеді. Болымды етістік және болымсыз етістік болып бөлінеді. Болымды етістік өзі айтып тұрғандай істің болғанын немесе болатынын білдіреді. Бар, кел, жасыр, көрсет, ойнат, бағала. Демек, істің болатынын немесе болғанын білдіріп отыр. Демек, оны болымды етістік дейміз. Ал болымсыз етістік өзінің аты айтып тұрғандай істің болмағанын немесе болмайтынын білдіреді. Болымсыз етістіктің жұрнағы ма, ме, ба, бе, па, пе. Бұл етістіктің түбіріне тікелей жалғанады. Бар деген кезде болымды етістік еді ғой. Барма болымсыз етістік. Келме, жасырма, көрсетпе, ойлама, айтқызба, яғни маме, бабе, папе жұрнақтарының жалғануы арқылы жасалады екен. Бұл болымсыз етістіктің өнімді жұрнақтары болып табылады. Ал енді мынадай жоқ және емес дейтін көмекші сөздердің тіркесуі арқылы да болымсыз етістік жасалады. Мысалы, айтқан жоқ, көрген жоқ, келген жоқ, барған жоқ, немесе айтқан емес, танысқан емес, көрген емес. Байқап отырсақ, міне емес, жоқ дейтін сөздердің тіркесуі арқылы да болымсыз етістік жасалады. Ал енді етістік мағынасына қарайда екі түрге бөлінеді. Салт етістік және сабақты етістік болып бөлінеді. Салт етістік дегеніміз өзінің алдына кімді нені дейтін сұраққа жауап беретін табыс септікте тұрған сөзді қажет етпейді. Мысалы, бар, нені бар деп айтпаймыз. Ойна, нені ойна, кімді ойна демейміз. Яғни, бар, ойна, кел, жүр, жат, қарап отырсақ, бұлардың ешқайсысы да кімді нені дейтін сұраққа жауап беретін сөзді өзінің алдында тұруын қажет етпейді. Табыс септігін қажет етпейтін етістік салт етістік деп атаймыз. Ал сабақты етістік деген міндетті түрде әлгі айтқан кімді нені дейтін сұраққа жауап беретін табыс септігінде тұрған сөздің өзінің алдында тұруын қажет етеді. Сал, ақшаны сал. Ойнат, ініңді ойнат. Көрсет, сабақты көрсет. Барғыз, ініңді барғыз. Шеш, киімді шеш. Ки, киіміңді ки. Тара, шашыңды тара. Демек, кімді нені дейтін сұрақты қажет ететін, өзінің алдында табыс септігінде тұрған сөзді тұруды әбден қажет ететін етістіктің түрін сабақты етістік дейді. Демек, етістік тұлғасына қарай негізгі туынды етістік болып, құрамына қарай дара, күрделі болып бөлінеді. Істің жүзеге асу аспауына қарай болымды, болымсыз етістік болып, және мағынасына қарай салт, сабақты етістік болып бөлінеді.